Рим жерінде бір патша болады. Ол патшаның есімі Диқиянус деген. Ол сондай залым болған екен. Патша өзінің заманда иман келтіргендердің барлығын қырады, яғни өлтіреді, жояды. Сондай Алладан өзгеге табынушылық орын алады. Яғни Фирғауынның кезіндегі сияқты. Осыны көрген бір жас жігіттер болады. Фитиятун аману би роббихим дейді. Фития деген бұл жерде жас деп Алла Тағала. Жас жігіттер, жас балалар иман келтірген. Қасасул әнбияларда олардың сол замандағы ақсүйектердің балалары екендігін айтады. Біразы. Сол бірнеше балалар Алла Тағалаға не істейді? Иман келтіреді. Олар сол болып жатқан жағдайларға көңілдері түсіп, қатты қиналады. Кейін олардың барлығын қырды, сол жас балалардың ғана қалғандығы жөніндегі хабар патшаға жетеді. Сөйтіп патша оларды ұстаттырып, кейін алдына не істейді? Әкеледі. Сөйтіп алдына әкеліп, оларды діннен қайтуға мәжбүрлейді, бірақ олар Роббана Роббус самауати вал ард лән надуа мин дунихи илаха дейді. Біздің Раббымыз аспан мен жердің Раббысы, біз ол Раббымыздан басқаға табынбаймыз деп сол патшаның шақырған ісінен жас жігіттер бас тартады. Кейін патша айтады, бұлар жаңадан иман келтіргендер ғой деп оларға бір күн береді. Біреулер айтады, оларды неге қапасқа қамады дейді. Сөйтіп ертеңгі күні оларға жаза қолданамыз деген кезде бұл жігіттер сол елді мекеннен имандарын сақтап қалу үшін қашып шығады. Қашып шыққан кезде олардың арасында жолда Роғил ғанам дейді, жаңа қойшы адам кездеседі. Ол да иман келтіреді, және оның жанында ит болады. Солар бірнеше адам болып, бұлардың да санында жаңағы әртүрлі не бар, нақты осындай деп айтылмайды. Сол барлығы елді мекеннен қашып шығады. Сонда қашып қайда барарын білмейді. Сол кезде жаңағы жас жігіттер дұға қылады. Роббана хаблана милладунка рахматан ва хаййилана мин амрина рошада деген сөзді айтады. Ей Раббым, өзіңнің тарапыңнан бізге мейірім берде, ва хаййилана мин амрина рошада, осы ісімізде туралықты көрсетші дейді. Яғни қайда барарын білмейді, қашып келе жатыр ғой. Сөйтіп араларында біреулер айтады, осындай тауда үңгір бар, соған тығыла тұрайық, дінімізді, иманымызды сол жерде жасырып деп, сөйтіп Алла Тағала олардың кеудесін сол жаққа қарай, жаңағы тауға қартай, таудағы үңгірге қартай итереді. Сөйтіп таудағы үңгірге келеді, сөйтіп соның ішіне кіріп тығылады. Артынан Диқиянус барлық жерді іздейді, сол жерді көргеннен кейін енді кірем десе, бірақ ар жағынан оларға Алла Тағала сондай қорқыныш, үрей салып қояды, әскер үңгірдің ішіне кіре алмай қалады. Сөйтіп ақыры соның бетін бітейміз деп бітеп, кейін Алла Тағала сол жас жігіттер, олармен бірге барған ит бар, солар барлығы не істейді? Алла Тағала жеңіл ұйқы беріп ұйықтатады. Алла Тағаланың ұлылығымен арада біраз уақыт өтеді. Ол уақыт 309 жыл болады. Алланың құдіретімен Алла Тағала оларды ұйқыға жіберіп, бірақ жаңағы олардың аунаттырып отырғандығы жөнді Құранда баян етіп, кейін сол 309 жылдан кейін олар қайтадан Алланың құдіретімен оянады. Қараңыздаршы, Алла Тағала бол десе, оның ісі бола қалады. Сөйтіп олар оянған кезде бір-бірінен сұрасады, біз бірер күн ұйықтап қалған сияқтымыз дейді. Олар немесе таңнан кешке дейін ұйықтаған сияқтымыз деген араларында көп ұйықтағандығы жөнді бір-бірімен сұрасады. Сөйтіп олардың қарнын ашып, енді не істейміз? Арамызда біреуіміз сақтықты ұстанып, сол елді мекеннің бір жерінен тамақ әкелсін деп арасынан белгілі бір адамды олар жібереді. Сөйтіп арасынан шыққан бір жас жігіт келсе, мен қарайды, басқа қала, адамдар да басқа, барған
жері дұрыс шыққан сияқты, мен жолдан адастым ба деп ойлайды жаңағы жігіт. Қалаға кіріп, бір жаңағы тамақтың түрін алғаннан кейін, өзін білдіртпей, кейін ақшасын береді. Ақшасын берген кезде, ақшаның түрін қараған сатып тұрушы адам бұл ойлайды, мынау адам бір қазына тауып алды ма деп. Не себепті? Ол жерде Декианустың бейнесі бар ақша екен. Осыдан 300 жыл бұрын қолданылған жаңағы қазынаның несі. Сосын оны ұстап алады, айтады, сен қазына таптың ба дейді. Жоқ деп, сөйтіп, бұл қайдан саған келді деп. Ақыры бұл әңгіменің бәрін сол адамды ұстағаннан өшу ғой. Сөйтіп осының арты ақыры сол елді мекеннің патшасына жетеді. Сөйтіп сол елді мекеннің патшасына алдына келген кезде ол мұсылман адам екен. Сөйтіп қараса, елді мекеннің барлығына ислам, яғни Алланың бірлігі жайылған екен. Мүлдем басқа өмір. Ана жерде Аллаға сенбеген адамдарды азаптаса, бұл жерде күпір еткен адамды ұстап алса, жазасын береді екен. Қараңыздар, болған жағдайда айтып беріп, бұл жігітпен сөйлеседі. Сөйтіп, жігіт айтады, біз олар тарихтарында бұл нәрсе бар, сол жас жігіттердің кеткендігі, үңгірге кеткендігін, сонда ендеше халық болып Алла Тағаланың құдіретін одан сайын иманымызды қуаттауға көрейік деп, олардың барлығы соны көру үшін не істейді? Жолға шығады. Сөйтіп жігіт неге үңгірге қартай, жаңағы иман келтірген патшаны, жанындағы әскерлері бар, халық бар, Алланың құдіретін көру үшін үңгірдің жанына барады. Үңгірдегі басқа жігіттер аттардың, халықтың дауысын, аттардың тұяғының дыбысын естіген кезде біздің бауырымыз ұсталып қалған ғой, енді олар бізді өлтіруге келе жатыр деп олар ойлайды да, бірден намазға тұрады, Алладан жәрдем күтуге. Патша мен жаңағы жігіт екеуі кіргесе, олар намаз оқып тұр дейді, Алладан жәрдем сұрап тұр дейді. Сөйтіп көзбен көріп, олар болғаннан кейін жоқ, осындай дегеннен кейін патша оларды құшақтап, бұл Алланың құдіреттілігі ғой деп жаңа көрсеткен, олардың жанындағы адамдардың барлығының тірі екендігін көрген кезде көреді. Бірақ Алла Тағала сол мезетте олар көргеннен кейін сол үңгірдің ішінен бастары қосылған кезде Алла Тағала қайтадан оларға ұйқы беріп, сөйтіп оларды рас өлім береді. Түсіндіңіздер ме? Сөйтіп Алла Тағала өзінің құдіреттілігін осы қиссада көрсетті. Енді құрметті жамағат, бұл Алладан келген ақиқат қисса. Бұл қиссадан ғұламалар бірнеше сабақтар келтіреді. Мүминнің қиналған кезде Алла Тағалаға бет бұруы, Алла Тағаладан пана тілеуі ол мүминнің жолы екендігі. Бұл мүминнің қандай да бір қиыншылыққа түскен мұсылман болатын болса, ең бірінші нәрсе, мысалы балаңыз ауырып қалды, немесе үлкен проблемаға жаңағы адам келеңсіздікке душар болатын болса, бірінші дәрігер немесе осы мәселені шешетін басқа бір емес, бірінші Алла Тағалаға мүмин жалбарыну керек екен. Алла Тағала осы істен аман шығуымды, немесе осы ауырған адамға шипа беруіңді нәсіп ет деп, мүминнің негізгі мәселесі қандай да бір үлкен келеңсіздікке түсті, ол бірінші аузына алатын нәрсе Алла деу керек. Адам жалпы әрбір жағдайға түсіп қалған кезде не нәрсені көп ойлайды, не нәрсені көп айтады, сол аузына бірінші түседі. Әрбір істе болса Алла Тағалаға бет бұру, Алла Тағала аузымызға алу, ол мүминнің ісінен, әрекетінен болып саналады. Келесі бұл жерден алынатын үлкен сабақ фиттиятун әмәну би роббихим дейді. Жас жігіттер деген сөзді айтты Алла Тағала. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір хадисі бар. Ла тазалу қадама абдин яумал қияма хатта тусәлә ан арбаин. Адамның аяғы қияметтің алаңын 4 нәрсе сұралмайынша босатпайды дейді. Еш қайсымыз бізге дейін кейінгі адамның еш қайсысы қияметте 4 нәрсе сұралмайынша қияметтің алаңын босатпайды. Сонда пайғамбарымыз айтады:
ан умрихи фима афна. Олардан ғұмыры жөнінде сұрайды дейді. Алла Тағала сынақ қылып берген өмірін қалай өткізді, сол жөнінде сұрайды. Екінші қараңыздар. Ан шабабихи фима абла. Жастық шағы жөнінде сұрайды. Ва ан малихи мин айна иктасаба ва иля айна анфақа. Және дүниесі жөнінде сұрайды. Қалай ол дүниені жинады, қай жолға сол дүниені жұмсады. Ва ан илмихи маза амила бихи. Және білгендігі, ілімі жөнінде сұрайды. Сол іліммен ол қандай амал қылды. Жоғарғы екеуіне тоқталсақ, ғұмыры жөнінде сұрайды, ғұмырын қалай өткізді. Екіншісі жастық шағы жөнінде сұрайды, жастық шағын қалай өткізді. Енді сұрақ, жастық шақ ғұмырдың ішінде ме, сыртында ма? Ішінде ғой, екеуі бір нәрсе. Бірақ пайғамбарымыз айтады, қияметте жастық шақты жеке сұрайды екен Алла Тағала. Мынау жас деген сөз шабаб дейді, шәп деген сөз. Бұл шәп деген нәрсе екі әлсіздіктің ортасында орналасқан ғұмыр. Біріншісі балалық, сәбилік әлсіздік, екіншісі қарттық әлсіздік. Осы екі ортада тұрған уақыт ол шәп. Ол жаңағы адамның қуаты бар кез. Бұл уақыт ерекше Алла Тағаланың сұрайтын уақыт екен. Енді бұл жерде жаңағы Құранның ішінде «Сәлисухум кәлбухум» дейді. Олармен бірге ит болды деген сөзді айтады. Сонда итті бірнеше рет келтіреді осы қиссада. Сонда ғұламалар айтады, неге бұл жерде жаңа иттің рөлі қандай дейді. Жарайды, аналар иман келтірген жастар дейді. Бірақ итті неге Алла Тағала қайта-қайта итті мәселе қылды дейді. Сол кезде ғұламалардың мынандай бір үлкен сабақ шығарады. Кез келген ізгі иман келтірген ортаның берекеті, оған жақын болудың әсері, тіпті анау ит екеш иттің өзі Құранда жаңағы тарихы Құранда ат қалып қойды дейді. Жаңа иман келтіргендермен бірге болудың әсерін айтады. Сондықтан да біз жаңағы дос, имани орта, ізгілермен болу, жаман жерлерден алыс болу, харам істерден алыс болу, жақсы ортаның берекеті қандай екендігін осы жерде білуіміз керек. Тағы бір сабақ алатын нәрсе, бұл жерде мұсылман адам кез келген Құранның қиссаларында, мысалы, әкелген кезде кейбір әртүрлі сұрақтардан қашу керек екен. Қандай сұрақ? Мысалы, кейбір адамдар айтады, мысалы, ол қашан болған, саны нешеу, қай жерде болған деген сияқты, ол негізгі Құранның ол жердегі қиссаны келтірудегі мақсаты емес. Ол жердегі мақсат иманға берік болу, Алла Тағаланың құдіретін көрсету, олардың иманда тұрақтылығы, жастардың сол мәселелер қамтылады. Негізгі қиссаның желісі. Ал одан басқа нәрселермен айналысу ол негізгі Құранның бағыты емес екендігін біз білуіміз керек. Алла Тағала бұл жерде Құранның ішінде оның қай уақытта, қай заманда өткенін айтпайды. Құран тек қана сол үңгір иелері деп қана айтады. Үңгір иелері деп қана айтады. Алла Тағала оны баян етпегеннен кейін, Алла Тағала үндемеді ме, біз ол нәрсеге үндемей, оны қазбаламаймыз. Негізгі мәселелерді ғибрат ретінде алатын біз бойымызға сіңіруіміз керек.